Bir адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтады. Балам, анау жатқан тағаны алшы. Бұл сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын? Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала жерге түскен шиені жерден алып аузына салады. Содан соң әкесі баласына өзінің ақылын айтты. Көрдің бе балам, жаңағы тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға ерініп едің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкейдің орнына 10 еңкейдің. Бұдан бұлай есінде болсын. Аз жұмысты қиын сынсан, көп жұмысқа тап боласың. Азғы қанағат ете білмесең, көптен де құр қаласың.